Өтепберген Белес Бекжанұлы, Шалқар ауданының жас ақыны, мақтанышы, республикалық жыр алыбы Жамбыл қола домбыра айтыстарының жүлдегері. Мен Керімбек Аруна Берікқызы, айтыскер ақын, жүрсіннің жүйрігі, халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілердің одағының мүшесі, қосымша білім беру педагогі. Қазіргі таңда Шалқар ауданының оқушылар сарайы сөз барымтасы айтыс үйірмесінің жетекшісімін. Мені халық осы уақытқа дейін айтыскер ақын ретінде таныса, оқушым Белес арқылы ұстаз ретінде тани бастады. Белгілі жырау профессор Алмас Алматовтың бір сөзі бар: адам өмірге бір күнде келмейді және бір күнге келмейді дейді. Сол сияқты Белес міне қазір 15 жасқа келсе де, Белестің өнерге келгеніне бірнеше жыл болды. Белес, өзіңнен сұрағым келіп отыр. Қалай келдің сен өнерге? Қалай домбыраны қолыңа ұстадың ең алғаш? Менің өнерге келуім, қолыма домбыра ұстауымның оқиғасы өте қызық. Мен ол домбыраның дыбысын естіп, оған қызығып, 2-ші сыныбымда әкеме бар, домбыраға қатысайын деп сұранғам. 8 жасымда мені саз мектебіне домбыраға тіркеді. Өзім бойым кіттай, қолымда кіттай, домбыраның пернелеріне қолым жетпейді. Өте қиналдым. Барын салып маған домбыра тартуды үйретті. Сол ең бастамасы осы Кенжебек Бижанов ағамның арқасы деп айта аламын. 5 жыл домбыра класын аяқтап шықтың, иә, саз мектебінен? Одан кейін дәстүрлі әнге қызығып, Сансызбаев Нұрбек дейтін ағайыма қатыстым. Ол жақтан неше түрлі жырлар, әндер, термелер үйрендім. Және осы ағайым айтысқа келуіме себепші болды. Ең алғаш рет үлкен айтыс болды. Осы айтысқа ағайым мені тіркеп, менің қабілетім бар екенін біліп, финалға өтіп кеттім. Аяқ асты финалға өткен соң суыр салуға тура келді. Сол кезде мен өзімнің туған бөлем Абдулламен айтыстым. Ол айтысым әлеуметтік желілерде тарап кетті. Екеуміздің айтысымыз қалар-ау, әжеміз айтыспаса болар-ау. Халифа мен бекзадамыз шайқаспай, тату-тәтті болып жүрсе. Ай, Абдулла, менің бұл бауырым. Көп ақында Айтысқа қызығушылығың артып, махаббатың ашыла бастады. Махаббатым ашыла бастады. Нұрбек ағайы оқушылығын біліп, оны нағыз кәсіби маман оқыту керек деп, оқушылар сарайындағы маған ауыстырды. Яғни Белес маған домбыра жағынан, мақам жағынан, дауыс жағынан дайын күйде келді. Мен оның домбырасымен қиналған жоқпын. Белес келгеннен кейін, бір аптадан кейін екеуміз дайындалып, жыр алыбы Жамбыл айтысына алғаш рет облысқа өнер көрсетуге бардық. Сол кезде Белес ең алғаш рет алғашқы 1-ші орнын алған болатын. Содан Белестің жетістікке толы өнер жолы басталып, ауданда өткен жыр алыбы Жамбыл айтысынан бас жүлде алып, облысқа жолдама алып, облыстан тағы бас жүлде алып, ең алғаш республикаға қадам басып, 22 ақын қатысқан сахнадан жеребемен жұпталатын бір қиын айтыстардың бірінен өзінің өнерін, қабілетін тамаша көрсете біліп, 2-ші орынмен оралған болатын. Одан кейін араға 1 ай салып, Астана қаласында өтетін қола домбыра айтысының облыстық кезеңінен тағы да бас жүлде алып, Астанаға жолдама алып, Қазақстанның әр өңірінен жиналған мықты оқушылардың арасынан суырылып шығып, жоғары балмен 3-ші орын иеленді. Бұл біз үшін үлкен жетістік, үлкен мақтаныш. Осылай Белестің өнер жолы жалғасып келе жатыр. Әлі де үлкен жетістіктерден үміттіміз, дайындығымызды тоқтатпаймыз. Белес, саған сәттілік. Мені қолдап шалқарлық ақын ағаларым Қайнар Алагөзов пен Аян Сейітов арнайы шаңырағыма келіп, қолдау көрсетіп, тәжірибе алмасып, батасын беріп, Қайнар Алагөзов ағам мына күмістен істелген керемет домбырасын сыйға тартып, ал Аян ағам шапан сыйлап, екеуі батасын беріп мені қолдады. Ағаларымның бұл қолдауы маған ерекше шабыт берді. Екі ағама шексіз алғыс айтамын.
Әдді Момын Жолдыбаевтың күйі «Ерке сылқым». Қазақ елі, ардақты ақтөбеліктер, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңару мен жаңғырудың, мейірім мен берекенің бастауындай болған осы мереке отбасыларыңызға бақыт пен шаттық алып келсін. Көктемнің жылылығы, білінеді бұлайдың ұлылығы. Әз Наурызды құттықтап, арнап, ақын ұлдың шыққалы тұр бүгініні. Еліне еміреніп тілек айтса, төгіледі жүректен жылы жыры. Қазағым мықтары, рух делсін ғой, тегінен бірленетін ірілігі. Ей, береке мен бірліктің берекесі құтты болсын ұлыстың айы ұлы күні, ай, ұлы күні, ай. Әз Наурыз берекенің қақпасындай, бірліктің татулықтың жақтасындай. Ұлы соң боп қазағым ақмол болып, жаратқан көгіліңді сақтасын бай. Бермесе де алтынды атпасындай, айырмасын бірліктен отбасындай. Ей, осы айтқан тілегім жүрегіңді жібітсін Самарқанның айы көк тасындай.